Кеш жарық, құрметті достар, кеш жарық Астана! Міне достар, көңілді тапқырлар алаңы. Бір сөзбен айтқанда, КТА ойынына баршаңызда қош келдіңіздер. Міне біздің енді КТА ойыны алғашқы басталған уақытта 13 команда болды. Әр ойыннан бір командадан енді қоштаса отырып, бүгін жартылай финалға 9 команда қалды. Қошемет көрсіп қойсаңыздар, достар. Алдымен енді ойынымызды бастамас бұрын осы жартылай финалға жолдама алған командалармен таныс болыңыздар. Жас команда, бірақ енді уақыт өте келе, міне бұл команда асылып келе жатыр, қуантады. Орал қаласы 24 сағат. Қарағанды облысының құрамасы. Семей, Ертіс толқындары. Астана қаласының құрамасы. Астана. Жақсы жоба, әзірше жаман емес. Қазақстан ауылдар құрамасы. Өте танымал
Аралас, Арал. Бұл құрама, құрметті достар, жалпы осы ойын басталмас бұрын енді аға буын, орта буын, жас буын болғанын қаладық. Сондықтан да кезінде өзімізбен бірге ойнаған, қазіргі таңда әрқайсының өзінің жұмыс орындары бар, бірақ дейтұрғанмен қайтадан жиналып, осы КТА ойынына келгендеріңізге мың алғысымызды білдіреміз. Южандарым, Шымкент! Үстіндегі киімдерінің өзі айтып тұрған шығар, қай жерден келгенін. Қызылорда құрамасы. Және тағы бір керемет жоба, бұл осы КТА ойынында барлық осы үздік ойыншылардан құралған. Бұл команданың атауы КQQ, Қазақстан қалалар құрамасы. Бүгінгі ойынның ерекше болатынына мен енді өз басым күмәнім жоқ. Өйткені 13 командадан 9 қалса, бүгінгі ойыннан кейін бұл командалар келестік финалға 4 команда жолдама алатын болады. Жақсы достар, барлығы түсінікті секілді. Олай болса, бүгін енді шешуші сайыс. 5 сайыстан тұрады. Өйткені бірінші сайыстың ішінде 2 сайыс, екінші сайыстың ішінде 3 сайыс. Қазылар алқасымен таныс болыңыздар, ардақты ағайындар, финалға жолдама беретін. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, баршамыздың сүйікті әншіміз Досымжан Таңатаров бүгін бізде. Қазылар алқасында. Керемет ақын, профессор, Серікзат Дүйсенғазин. Енді мынандай қазылар алқасының қатарында бұл енді көңілді тапқырлар алаңы болғасын, әзіл жанрынан да біреудің болғанын қаладық. Ойлап келіп, кімді отырғызсақ, өйткені ол жігітте, осы жігіттердің қатарында болған кезінде Қанат Әлжапаров. Бүгін бізде екінші рет қазылар алқасында тағы көргенімізге өте қуаныштымыз. Жастардың жанашыры бүгінгі таңда Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатының төрағасы Шахмардан Асқарұлы. Құрметті достар, осы КТА ойыны, көңіл тапқырлар алаңы, еліміздің енді алғашқы каналы, бірінші каналы, ол Қазақстан ұлттық арнасы түсіріп жатыр. Қошемет көрсіп қойсаңыздар. Осы Қазақстан ұлттық арнасының директоры Жанахмет Жәнібекұлы қазылар алқасында. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің вице-министрі Эльмира Амангелдіқызына бір қошемет көрсіп қойсаңыздар, достар. Және осындай бір керемет қазылар алқасының төрағасы, жалпы осы КТА ойынның жанашыры, бізді осы қолдап жатқан, ол Астана қаласының әкімшілігіне бір алғысымыз білдіреміз. Бүгін қазылар алқасының төрағасы Астана қаласының мәдениет басқармасының бастығы Мажағұлов Болат Бауыржанұлына қошеметтеріңіз. Сонымен достар, біз бастаймыз көңіл тапқырлар алаңы. Бірінші сайыс оқиға. Жақсы, бірінші болып бізде бастайтын батыстан бастайық. Орал 24 сағат. Көреміз, ойлау қабілеті әкесімен бірдей бала. Бала бараны, бетонмен суға кетіп жейгі бар. Қойшы, оны өзін істеші. Сен көйләні нағылдың? Көйләші. Қай көйлә? Қай көйлә дейді, еліні қып-қызыл көйлә, екеуің ыржың-ыржың алдымнан бұлай өтесіңдер, бұлай өтесіңдер. Айтшешен, дұрыстап, қай көйлә енді түсіндіріп? Саған жар, маған ана болып отқан көйләні айтам, айналайын. Жақсы, бұл Орал қаласының әзілі. Келесі, ертіс толқындары, Семей. Кешір, қымбатты достар! Көреміз аулада болған оқиға. Айгүл, мен сені сүйем! Нүкәш,
допты лақтыр жер. Айгүл, мен сені сүйем. Нүкеш, допты лақтыр жер. Айгүл, допты лақтыр жібер. Нүкеш, мен сені сүйем. Айгүл, мен допты сүйем. Нүкеш, Айгүлді лақтыр жер. Жақсы. Южандарым, Шымкент. Тұрсынбек ағамыздың отбасында болған оқиға. Аха. Мөлдір. Мөлдір. Ау. Мөлдір, кеш. Тойға кетуім керек, Мөлдір. Бош. Аха. Ой, тасташ телефон, тасташ. iPhone 5 mesela iPhone 7 әперім. Аха. Бош. Сен бет қата. Сен бет қата. Бош, Мөлдір. Бош, кеш. Тасташ телефон. Дұрысжан. Тасташ телефон, тасташ. Аха. Бош, тасташ. Ту, яу. Ау. Жан, көзің жұмып қалдың ғой. Мен өзім сондаймын ғой. Аха, бош, Мөлдір. Не дейсің? Айтшы, тез, айтшы не? Курткамды әкеп берші, мен тойға кетуім керек, костюмді әкеп берші. Бош, курткамды әкеп бер, аха. Сен телефон звондап жатыр. Кім звондап жатыр? Мейрамбек Беспаев. Мейрамбек Беспаев, рахмет. Әкеш курткамды, әкпеш. Жан тағы звондап жатыр ғой. Кім звондап жатыр, кім? Болат Мәжілғұл ағамыз. Мәжілғұл ба? Әкел курткамды. Не істедің? Мейрамбекке сөйлесе берсін да, аха. Жақсы. Іштен айтпайым. Қазір айтып жатыр. Өте тамаша. Мен сыртымнан өзімді көріп, көзім жұмым келмей қалды отырды. Жақсы, жалғастырайық. Қазақстан қалалар құрамасы. Аяқ киім тазалайтын орында болған оқиға. Надасы, анасы жібер. Мына қап-қара ғой өлтіріп қойдың. Нап жалаң аяқ жүрсін. Жақсы достар, бұл Қазақстан қалалар құрамасы, келесі бізде Қызылорда. Қымбат достар, кішкене тарихқа көз жүгіртіп көрейік. 18 ғасыр хан сарайында болған жағдай. Тақтасыр, доқын жетсе той, датым болса ойт. Жеңіліске ұшырадық. Тағы да ма? Я. Шығын бар ма? Я. Қанша әскері бардыңдар? 1000. Қайтқаны қанша? 1000. Шығыны қайсы? Қайтарып таксимен қайттық. Ол түсініп жатыр. Арал командасының енді тәжірибесі жоғары ғой, өздері келе жатыр. Арал. Кешар достар, қазір барлық жігіттерді армияға шақырып жатқан болар. Сонымен әскерге құжат дайындап жатқан жігіт. Келесі, кіре берсінші, келесі. Саламатса? Психология білет ма? Не дейді? Психология білет ма? Психология? Жоқ, стоматология? Стоматология ғой. Онда неге сыртта психология білет деп жазып қойғансыңдар ғой? Адам құсау жазып қоймайсыңдар ғой? Психология кабинеті деп. Жазуды қиыс қойып, психология білет деп жазып қойсыңдар ғой? Сен әңгіме қысат, не үшін келдің? Анау не ғой? Не, әскерге барасың ба? Бармайым. Бармаймын десің, неге бармайсың? Ешкім танымаймын ғой жақта. Ол жақта ешкім танымайды ол жақта. Не бар ол жақта? Болды, сен әскерге барасың. Бармай-ақ қойшы. Сен атың кім? Менің атым Махамбетов. Фамилияң? Ғалым. Сен екеуісіне жауап беріп тұрсың бір-біріңмен? Өзің делдаған дұрыстап оқымайсың ба? Рет-ретмен оқымайсың ба? Сұрағын қоймайсың ба? Сен алдыңда не? Сен алдында шындық өттісің ба? Не қылтпасың сен? Алдында психолог тұрған жоқ па? Әлі басқа адам тұрғансың? Мен психологпын мен! Мына психологтың өзіне бір психолог керек қой мынау. Жақсы, Аралас. Астана. Бәрекелді достар, жалғастырамыз. Ауыл деген шіркін рахат қой. Ауылда концерт болса, тұрғындар кез келген уақытта, кез келген жерге отыра салып концерт көреді. Жүр, суға барып қайтайық. Кет. Концерт болып жатыр ғой.
Мә, отыратын жер жоқ, отырып, шелекке отырып көрейік. Отырсай сен де. Отырсай көресің бә? Мен көрмейтін болдым ме? Астана және Қарағанды құрамасы. Сонымен көреміз, көшеде болған оқиға. Жоқ фигураның несіне қарайды? Жақсы, бірінші айналым аяқталды. Достар, құрметті қазылар алқасы, ақылдаса отырып, өздеріңіз енді қазір осы сахнада тұрған 9 команданың ішінен 2 команданы атасаңыздар, біз сол командалар келесі айналымға дайындала берулеріңізге болады. Керісінше бір жағынан өкініш, бір жағынан қуаныш. Ол өйткені өздеріңізге дайындалуға көбірек уақыт болатын болады. Қазылар алқасының шешімі бойынша 2 команданы осалды болды деді. Ол Орал 24 және Семей құрамасы. Оралмай дейсің ғой, жақсы. Орал, Семей. Ол осы залда отырған барлығына да анық болып отырған секілді. Жақсы, ауылдар құрамасы 2-ші айналым. Кеттік. Жалғастырамыз, қошемет құрметтеріңіз болсын. Бір сәт елестетейік, Шыңғысхан өзінің әйелдерін жинап алып, жиналыс өткізуде. Шыңғысхан ордасындағы оқиға. Вообще. Бөрді бір минут қабыл ма сен? Сендер осы қанша осыңдар? Менімен қосқанда 500. Жоқ, Бөрді, сен қателеспе. Сендер 500 емессіңдер. Сендер 1000-сыңдар. Бізден жасырған не? 500-ің бар ма енді аға? Жақсы, осы жолы кімді көрістер екен? Южандарым, Шымкент. Шымкенттік ұшқыштар. Мынау екен отылатын. Таптың ба, кеттік. Келесі Қазақстан қалалар құрамасы, қошеметтеріңіз. Достар, көреміз таксиде болған оқиға. Мына шырамды көрдіңдер ма? Көрдік. Алдында 200-бен келеді, КамАЗға кіріп кеткем. Мына аяқтағы шырамды көрдіңдер ма? Алдында 200-бен келеді, кранға кіріп кеткем. Мына аяқтағы шырамды көрдім, арқа жақтағы. Көрдік. Төменірек. Айдай көрсіңші. Алдында магазинге кіріп кеткем. Ема, сендер асықсы емессіңдер ма? Жоқ. Онда жолда заправка кіріп шыға салайық. Астана. Достар, жалғастырамыз. Кезінде мектепте әдебиет сабағын өте жақсы оқыған қыз полиция бөлімшесінде. Ағай, не болды, айта беріңіз. Маған бір еркісілер зорлық-зомбылық көрсетті, ағай. Оқиға қалай болды, бәрін баяндап беріңіз. Кеше қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кеткен балбырап. Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кеткен балбырап. Содан? Көшенің жегінде тұрған ғой, бүйтіп албырап. Сөйтсем бір такси тиісті маған, нағып тұрсың әшкейің салбырап деп қойып. Содан кейін не болды? Содан кейін оған бардым да, сағат неше болды ағай дегем. Сен есің дұрыс па? Түнгі сағат 3-те бөтен еркектен сағат сұрағаң не? Содан кейін не болды? Мен сұрамаймын сағатты ермек үшін. Сұрадым сағаттың неше болғанын білмек үшін. Сөйтсем ол кісіде сағат жоқ екен, сосын үйіне бардық сағатты көрмек үшін. Түнгі 3-те бөтен еркектің үйінде не алып жүрсің? Содан кейін не болды? Енді одан кейін үйіне барғаннан кейін жаңағы кісі маған қарап тұрды. Жасымда қыздар бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім деп бүйтіп жақындап жатыр. Сосын? Содан кейін есімде жоқ ағай. Көзіңді ашпасаң сұр бұлтты сұсып қаптайды. Енді бір команда қалды, Қарағанды. Әншілердің махаббаты кез келген жерде оянады. Ендеше аялдамада. Сүйген жүрек
Өмірдегі тірек, күндіз түні соған, саған бақыт тіле. 800, 369, 6581, хабарлас күтемін. Қайталап жіберіңдер. Жақсы, 9 командан міне бізде қазір 2 команда кетті. Ал енді қазір алқасы. Бұл жолы енді, қазір алқасында кішкене қиындау болатын секілді, мүлдем тіпті өзгеріс болатын секілді. Менің түсінігім бойынша 2 командамен қазір қоштасатын боламыз. Қалған командаларға екінші сайысқа тапсырма беретін боламыз. Сонымен, Шахмардан мырза, Серікзат Дүйсенғазин. Бұл қызық болғалы тұр өзі. Өздеріңіздің араларыңызда әдемі жүргізуші бар екен. Ауыл мен қала кетейін деп жатыр. Ауыл мен қала. Ауылдар құрамасы және Қазақстан қалалар құрамасына қошеметтеріңіз. Келесі айналымға жолдама алып тұрған Южандарым, Қызылорда, Аралас, Астана, Қарағанды. Келесі айналым бізде енді, құрметті достар, көңілді тапқырлар алаңы, қазір енді әуенді тапқырлар алаңына айналатын болады. Өйткені қазылар алқасынан, біз қазір осы бір 2-3 қазылар алқасынан бір тамаша ән сұрағымыз келіп отыр. Әнді жалғастыр деп аталады. Енді бізде қазылар алқасы бір әнді бастап берсе, бұл жігіттер командалары сол әнді әзілмен жалғастырып, әдемі нүктесін қою керек. Кімнен бастасақ екен? Енді бізден Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Қалайын Досымжан Таңатаров мырза қазылар алқасында отырғанда Дәкеңнің бір әнін тыңдамасқа. Досымжан Таңатаров. Көршімнің қызы керемет еді, әкесі доның жақсы адам. Ауылдан біздің неге кетеді? Жолдың ақшасын жеп қойған. Жолдың ақшасын жеп қойған. Дәке, білесіз ғой, барлығына қайталап осы әніңізді айтып тұратын боласыз. Қызылорда. Ауылдан біздің неге кетеді? Әкесі оның оңбаған. Жақсы, Досымжан Таңатаровқа бір қол соғып қошемет көрсетпейік. Бұл сайыста біз көп қинамаймыз, қазір тағы бір ән тыңдайық. Қанат, сен даусың жоқ екен білем, бірақ ән білетініңді білем. Досымжанның тамаша даусынан кейін енді көрермендеріміз далаға қашып кетіп жүрмесін, кішкене шыдаңыздар. 1-2 рет айтады. Қанат. Опера айтып көрсет. Жоқ, бір қазақша айт. Сіздер түсінетін айтайын енді. Өзім уровендегімді айтып отырмын ғой. Тыңдайық. Сен маған сүюді үйреттің, ұмытып кеткен едім. Ал енді есіме түсіріңдер. Қанат, дайын, Астана қаласы? Мен қалай сүйшем дейм, Сен маған сүюді үйреттің, ұмытып кеткен едім. Мен саған сүюді үйреткен жоқпын, мен онда емес едім. Арал, бар ма? Олмай ма сонда? Аралас. Сен маған сүюді үйреттің, ұмытып кеткен едім. Сен маған сүюді үйреттің, помидормен бастап едім. Жақсы, Қарағанды бар ма? Айтып көреген. Сен маған сүюді үйреттің, ұмытып кеткен едім. Сен маған кубок жеуді үйреттің, финалға өткен едім. Рахмет. Жақсы, Қанат, рахмет. Рахмет. Болды аудим, қошемет көрсетпей, құрметті достар. Ал қазылар алқасы, командалар кетпеңіздер. Қолдарыңыздағы бір кіші кубок, 2 кубок бар, бір осы сайыста берем десеңіздер, берсеңіздер болады. Жоқ, мен келесі сайыста екеуін 2 командаға бөліп бергім келсе де, ол да сіздердің өздеріңіздің құқыларыңыз. Сонымен, Қанат Әлжапаровтан бастайық. Қанат Әлжапаров, осы сахнада тұрған командаларға қолында кіші кубокты бересің ба? Кімге бересің? Негізінен барлық командалар енді бір деңгейде болды, бірақ енді соңғысы емес, басындағы әзілдеріне байланысты беруге болады. Мен өзім бір кубогымды рұқсат болса, Южандарым деп берейінші. Южандарым!
Южандардың әсіресе мен туралы айтқан әзілдері соған бола бердің бе? Сен менен жақын білесің ғой енді. Бәлкім сен жазғансың ғой, бұл әзілді бар ғой. Жақсы, Досымжан Таңатаров. Мен ән айтып тұрып шығып кеттім ғой, сондықтан келесі жолға беретін шығармын. Келесі жолы. Қазір осы сайысқа жақсы, ол әрине өзіңіз құқыңыз. Әрине қошемет көрсетпайық, достар. Жанахмет мырза. Барлығын есептей келе, мен өзімдегі плюс-минустарды есептеп көрсем, ең көп ұпай жинаған Южандарым. Южандарым! Южандарым Шымкент, достар. 2 кіші кубокқа ие болып отыр, бұл тамаша. Серзат Дүйсенғазин. Бір кіші кубогымды Қызылорда құрамасына беремін. Қызылорда! Жақсы, Шахмардан мырза. Кеш жарық, құрметті достар. Менің ойымша қызықтың барлығы әлі алда деп ойлаймын. Келесі айналымда беремін. Жақсы, Қазақ алқасының төрағасы Болат Бауыржанұлы. Маған ең ұнаған команда Қарағанды. Қарағанды құрамасы. Жақсы, құрмет достар, бұл алғашқы сайыс болатын. Келесі сайысқа дайындаларыңызға рұқсат. Сахнада тұрған барша командаларға бір қошеметпен шығарып салсақ. Рахмет! Құрмет достар, енді екінші сайыс бізде 3 сайыстан тұрады. Бір сайыстың өзі, өйткені 1-2 әзілдері мен 1 көрініс, 1 би деп аталады. Әмбебап сайыс десек болады. Өйткені финалға 1 қадам қалды. Нағыз енді командалардың шабатын уақыты басталған секілді. Бірінші, қошеметтеріңізбен Қарағанды құрамасы. Өлі Астана қайырлы кез! Рас, осылай сахнада ойнап күлу, ол тәуелсіздіктің арқасында. Міне, тәуелсіздігімізге 25 жыл ата-бабам білектің күшімен, найзаның күшімен барлық қазақ ел, бауырым мына кезін жыртылып қапты ғой. Құрметті көрермендер, көбісі айтып жатады бізді ең әуенді топ деп. Бауырым мына кезін натуре жыртылып қапты ғой. Құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай дайындық мықты. Қай бір жетіскен дайындық дейсің? Нәшәр? Құрметті көрермендер, сіздерге арнайы Қарағандыдан мықты әзілдерімізді алып келдік. Қай бір жетіскен әзіл дейсің сол? Багаж ғой сол. Не ғой, бауырым? Мүмкін сен өз командаңа барарсың, Көрермен таңғалдыратын не бар бізде? Менде бар, менде миниатюра бар сәке. Қандай миниатюра? Миниатюра шайнек. Заңғар, андағы шайнекке мүлдем құсамайды. Зато түрді қарасай сәке. Кока, сен не жоғалттың тағы да? Фигурам жоғалтадым. Фигураңыз тапқанша шайнектен шай іше тұрмадыңыз. Ендеше, базар жоқ театрынан 05 ставкаға жұмысқа тұрып алған Қарағанды облыс құрамасы кетті! Тағы да қайырлы кеш достар, жалғастырамыз. Ауыл, өрістен қайтып келе жатқан қойлар.
арасында бір қойдың басы ауырып келе жатыр. Маңыраманда жолсызда бас ауырып келе жатыр. Жалғастырамыз. Қазақстан эстрада жұлдызы Қайрат Нұртас пен Ресей Федерациясының эстрада жұлдызы Тимати бір гримеркада. Ассалаумағалейкум, Тимати. Саған мама баклажанды менімен бірге айтсын деп отыр. Құрметті көрермендер, жасы 40-қа толған ерке қыз әкесімен. Папа, мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын ғой. Кімге? Сабыржанның Қасымға. Қасымға шықпайсың күйеуге. Папа, шығам! Қасымға шықпайсың дедім, шықпайсың. Папа, шығам! Жақсы, жылама, шығасың. Шығам ба? Шығасың. Енді де? Қасым әлі білмейді оны. Құрметті көрермендер, елестетейік, өз ауласын ұстайтын крутой мысық. Мяу. Біреуіміз білсек, біреуіміз білмейміз. Біздің командадағы аңсаған, біздің жетекшіміз Тұрсынбек Қабатов мырзаның жеке жүргізушісі. Кеттім. Ауызбен есік жауып тағасың ма? Руль. Басеке, қалыңыз қалай? Жақсы. Жоқ, мына кезде қалыңыз бар еді, сол қалай деп отырмын. Басеке, жұмысыңыз бітті ма? Жүрсіңізші. Апартын жүріңіз, не жұмыс Құдайдың құтына келтіреді? Басеке, капотты баспай. Айналып өтсеңізші. Неге жай жабасыз? Шамал қат жаппайсыз? Неге қат жабасыз? Неге жай жаппайсыз? Ремені сағыңыз. Басеке, біраз елдер сенбейді маған ше, сіздің жүргізуші екеніңізге. Сізбен бір естелікке бір фото қатсайық. Сотканы қырсыңызшы. Аузыңызды ашыңыз, қа мода отыр. Басекем? Қазір давайте қойын. Қаттырақ бас шешіп. Басекем? Ана қызды тоқтатып, өзімізбен бірге әкіп кетпедік пе? Таксовать етіп, ақшасын бөліп аламыз? Жақсы. Қанша тұрға дейін берсіз? Әлі есік ашқан жоқ мұқ? Қанша тұрға дейін берсіз? 500. Отырыңыз, 500-ге келдіңіз батыр. Артық отырасыз. Басеке, бізде газель емес пе? Қандай арт? Арты полный мебель ғой. Қасына отырыңыз. Басеке, енді біз үшеуміз. Бізде. Ағай, сүйіп отырсыз? Не істеп отырсыз? Сүйіп отырсыз? Сүйіп отырмын, я сүйіп отырмын. Мен сыймай жатырмын, кішкене жылжыңызшы. Басекем,
біз енді үшеуміз гаишті табылмасын, гаишті тамаша шамалы үйдің арасымен жүрейік, үйдің рөлді бүйтіп бұрып алып үйдің... Бұрылсаңыздаршы, үй жаққа. Ой, мына кездің жолдары жаман екен ғой. Басеке шап. Аға, мен мына жерден түсіп кетейін. Міне 500. Рахмет. Есік жапсайшы. Жай жаппайсыз. Таңдырың есігімен жай жаппайсыз. Басеке, 500. Келіскендей, қақ ортасынан 150 сізге, 150 маған. Ой, кайма. Жол патрульдік полициясы. Инспектор Жылқайдаров. Таныдым ғой мен сізді. Газельмен не істеушісіз, аға? Таксовать етіп жүр. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Менікі ғой. Көрдіңіз бе? Мен арқамда танып атыр бәрі. Мен арқам ғой. Басеке, келдік. Рахмет. Салонды баспай, Басеке, салонды баспай. Біресе капот, біресе салон. Басеке, құдай-ау, не болды? Жұмыстан шығып қайттан жұмысқа келдік пе? Құрметті көрермендер, көріп тұрсыздар, тек біздің бастық қана жұмыстан шығып жұмысқа келеді. Бас қатырып. Болмай жатыр. Құрметті әділ қазылар алқасы, жартылай финалда тұрып қалдық. Финалға дейін итер жересіздер ме? Құрметті көрермендер, біз Қарағанды облысының құрамасы сыртымыздан қарағанда қаланың балаларына ұқсағанмен барлығымыз ауылдан шыққанбыз. Ауылдың құртын жеп өстік, ауылда ат мініп өстік, ауылда мал бағып өстік. Жалпы айтқанда қазақи ауылдың қара домалақ балаларымыз. Сіздермен болған қалада тұрса да ауылын ұмытпайтын Қарағанды облыс құрамасы. Рахмет. Бәрекелді. Қарағанды облысының құрамасы бір-екі әзілі, бір қойылым, бір биімен, оны қазылар алқасы өздеріңіз бағалай жатарсыздар. Келесі бізде Ю жандарым, Шымкент. Біз дайынбыз! Шымкенттіктер Нанжуанға қарсымыз. Бізге құзғындар емес қырандар керек, нағыз ұландар керек. Шаштары қызылды түсті, сырғасы бар, бұндайларға қарсымыз. Азамат, жәнде ғана сен өзің осы өлеңге билеп шықтың ғой? Кім? Сен? Біз басқа үйге биледік, міне қара міне. Тәжірибесі өте аз спецназ, командирі іс тәжірибеде.
құрамада болған оқиға. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. 56 осы жерден жүре ма? 56 деймін да, 56. Иә, осы жерден жүреді. 56 мынаяқтан келіп, мына жерге келе ма? Мынаяқтан келіп, мынаяққа кетеді, иә. Нервничает. Сонан, анау жақтан келіп, тоқтап, былай қарай кетеді ғой, Аяқтан келеді, айналасы қайттан былай қарап кетеді. Әрине мынаяққа кетеді. Нерві тимесе. Бол, ашылмасаңшы. Азам мен адам өз. Соны, осы жерге келе ма деп сұрайын дегенім ғой енді. Ей! Немне такси тоқтатып тұрсың, немне сұразың 56-қа? Ашылмасаңшы. 56 осы жерге келе маға? Біз сөз соңында, құрметті астаналықтар, әрине Астана керемет қала. Жалпы Қазақстандағы ең көрікті қала ол Астана. Және ең жылы қала ол Астана. Сұлу қыздары бар ол Астана. Арзан қала Астана. Әдемі қала Астана. Бол, қайтамыз енді. Қайтайық. Қазақта бір жақсы сөз бар ғой, өтірік айтқан жерде көп тұрма деген. Сау. Рахмет. Бұл южандарым Шымкент. Келесі ардақты ағайындар, Астана қаласының құрамасы. Қарсы алыңыздар. Астана! Ағайын құрбы құрдас бауыр мен дос, егерде болса сенің уақытың бос, көңілді өтсін дейсің бүгінгі күн, ұлттық арнамызың қос. Арнада бағдарлама көп емес пе, біріне бір ұқсамас тым ерекше, қосулы болсын әркез ұлттық арна, құлақ сал біздің теңізге. Таң жолдан асқылсын дала мен дара жол, әлемдің бақыты асқақта барадол, түнгі студияда әрдайым түнде той, қылмыс пен жазаны айтуға оңай ғой, бірге біз таңдаймыз әзілдің әлемін, қалдырмай қараймыз Қазақстан сәлемін, қалжыңмен баурайды жас кәрі баланы, керемет көңілді таптылар алаңа. Қайырлы кеш Астана! Қандай керемет, құтты болсын, кубок құтты болсын, жігіттер. Не кубок? Қандай не кубок? Ойын басталды, біз қандай керемет ән айттық. Ойын жаңа ғана ғой басталған, не кубокты айтып тұрсың сен? Енді біздің әніміз ұлттық арнаның директоріне арнап айтылған. Кубок береді осы өлең үшін. Кубокты алсақ, әзілдеп алайық, әзіл айтайық халыққа. Иә, 7 ойын болды ғой әзілмен алмай жүргенге. 3-ақ кубок қой бізде бауырым. Есімнен шықпасын ол. Бүгін ондай жоқ. Бүгін жартылай финал жеңуіміз керек. Бүкіл жюриге компромат, шантаж жасаймыз. Шантаж? Иә. Жеке-жеке компроматтарың бар ма? Не істейсің жеке-жеке? Әділғазы алқасының төрағасы кім? Болат Мажағұлов. Сол кісіні ұстап аламыз, қалған бәрін өзі көндіріп алады ғой, болды ғой. Не істейміз сонда? Менде Болат Мажағұлов ағаның кальян шегіп отқан видеосы бар. Тыйым салынған кальянды шегіп отыр ма? Иә, далада бір өзі тұрып шегіп тұрады. Мүмкін емес, мәдениет басшысы кальян шегет, ақылға сыймайды. Кәз қара, міне қара. Мына түтіннің бәрі қайдан шығып жатыр дейсің. Кальян ба сонда да? Мына кальян, анау ары қарап тығылып тұрған Болат ағамыз ғой. Қой, түрін көрмесең айта алмайсың ғой Болат деп. Мен осындай сөзді айтатыныңды біліп, алдынан барып жүріп алдым. Қара. Міне, кальян. Бұл ұят болған екен, кубокты бермесе ютубқа бірден салып жібереміз. Болды. Анау сыбызғы тартып жатыр ғой. Өшірсің. Екінің компромат. Жігіттер, болмайды бұл. Ешкімді ренжітпейік, өз күшімізге сенейік. Астана құрамасы, біз бастаймыз! Вида қарай зытып басып келген ардақты ағайын, көтеріңіздер қабақ қастарды, басын қосып ауылдағы өнерді, жастардың сойып қозық қошқарды, таяқ жерге тасталды, кітаның тойы басталды ардақты ағайын. Бәрекелді. Рахмет, Степа.
Ардақты ағайын, олай болса кешіміздің шымылдырығын ашып берсін деген ниетпен, әңгіменің әлі қисасын келдірсін деген ниетпен, ауылымыздың әкімінің орынбасары Дастан Жайнақұлын ортаға шақырамыз. Қошемет, құрметтеріңіз бол. Дастан Жайнақ, Дастан Жайнақ, Дастан Жайнақ. Бәрекелді, қош келдіңіз аға. Осы мінекей сіздің арқаңызда Астанаға келдік. Өзіңізде ел ағасы барда, ауылдың жастары бақытты. Ел десе еміреніп, жар басыңыз жастыққа тимей, осы ел үшін барыңызды салып, нарыңызды салып, осы ауылдың жастарын көтерем деп шырпыр боласында жүресіз. Аға, барлығы сіздің арқаңыз, барлығы да сіздің арқаңыз, аға, білесіз бе? Осы жастар сіздің арқаңызда өркендеп өсіп келеді, аға. Сіздің арқаңызда біз дамып жатырмыз, аға. Жасай беріңіз, мың жасаңыз, аға. Ағамызға қошемет болсын, Дастан Жайнақұлы жасасын. Қош келдіңіз, аға. Әй, Тамада, сен мен бір күн үстім мақтап өлтіресің. Қараш, үстің бәрі не болды? Қош келдіңіз, аға. Сөз кезек өзіңізде. Ассалаумағалейкум. Қарабайыр топырақта, қасиетті мекенде аунап қудап өскен, қалай кетіп отыр? Қасиетті мекеннің марағасқа тұлғаларынан кірсіз, марағас. Мынау енді сіздер білесіздер ма, білмейсіздер ма, білмедім. Мына жақында дейді, Америка құрама штаттарында жаңағы президент ауысыпты. Дональд Трамп бопты ғой. Қош. Дональд Трамп ақыры президент болып па? Иә. Молодесе. Оның алдында кім болған еді? Обама болды оның алдында. Обама, ол не істеп жүрген енді қазір? Ой, Обама өлмейді ғой, магазиндері бар шығар, ашық болған. Айтайын дегенім, Американ халқына таң қалдым мен. Мынау қара нәсілден бірден ақ нәсілге, әппақ нәсіл болып қойса, арасында бір сарғыштауы, бір ақшылдауы, бір қоңырқайлары да болмады. Анау бір как будто бір қараңғы жерден бір светі жарықтағандай болды да халық. Ауылдың халқы да кішкене Обамаға үйреніп қалып, сәл қиындау отыр бізге де. Бұл Американың 45-ші президент екен. 45-ші? Иә. Солара қайтыр бір нормаль президентке жармадау. Енді құрметті ағайын, мінекей өнерімізге көшсек. Астанаға, Кытаға нешінші рет келіп жатырмын. Дым айтпадым. Үйдегілерден ұят, телевизордан қарайды. Олар да үй алады шығар. Не істеп жүрсің деп сұрауға. Астанаға бәрі құрсын, мақұл. Олар өзіңіздің адамдар ғой. Енемнен ұят. Ой, сен бір үйдің келінісің ба? Ой, біз де о жағын ойланбаппыз ғой, Ой, онда қалай қысап қоя деген ол? Сен онда, ой, шықта бір нәрсе айт. Енді не айтам да Астанаға? Ой, айтасыз, Кытада не айт? Бір жерде болған оқиға дейсіз, айтып отыр ғой бәрі. Айт. Қай жерде болған оқиға дейм? Кытада болған оқиға дейсіз? Кытада болған оқиға. Болды, тұр. Міне, Кытада оқиға болып отыр, жақсы, әдемі, болды. Ал енді... Сосын, мынау, бәсеке? Рұқсат болса, енді оқиғасымен бір әңгіме бар еді. Рұқсат болса. Жарайды, айтшы. Мынау, Болат аға, алдында есіңізде ме бір, сізден бір жұмыс сұраған едік. Сол кезде Астанада қаласыңдар деген едіңіз Степ екенімізге. Енді сіз енді күнде көп адамдармен жұмыс жасайсыз ғой, енді ұмыт кеткен шығарсыз бізді. Соны бір есіңізге түсіріп қойсақ, телевизорға қарап жібересіз ба? Болат аға, бауашып тұрған, сізге бір ұсыныс айтайын деп отырайық. Мына Степ екеумізге Астанадан жұмыс табыла ма? Мен ауылдар құрамасы командасына беремін. Оқынан бастап енді Астанаға көшесіңдер. Ауылдар құрамасы! Осы жерде осыдан бастап Астанаға көшесіңдер деген едіңіз. Біз содан бері Степ екеуміз әлі жүрік Астанада. Сол енді өткен ойынға өзіңіз келмей қалдыңыз. Содан кейін енді амал жоқ, қиналғаннан Ләйла ханымнан бір жұмыс сұрап ек. Енді ол кісі бүгін келмей қапты.
Біз жұмыс сұраған кісілердің бәрі жайлап жоқ болып кетіп жатыр өзі. Енді былай асықпай көре бересіз ғой бір жұмысты. Біз де асығыс емеспіз. Кеше анау білім ғылым министрлігіне айтып қойдық. Ол жақтан да енді бір жаңа жылдан кейін дайын болып қалатын шығар бір жұмыс. 0,5 бар әзірше. Қатты уайымдамай қойсаңыз енді болады. Антош, сендер осы кіта деп жұмыс сұраудан жарысқа келіп жатқан жоқсыңдар ма осы? Қайта жұмыс сұрап, сендер менің абыройыма мен ренжит деп ойламайсыңдар ма? Мен аудан әкімімен қатар ауылда жұмыссыздықпен күресу мәселесі бойынша департамент директорым. Білесіздер ме? Мынау Болат Бауыржанды айыпқа бұйырмаңыз. Бұл ауылдың балаларының әдеті ғой. Жаңағы костюм шалбар киген адамды көрсе, ол жұмыс сұрауға дайын тұрады әйтеуір. Енді өзіңіздің қасыңызда вакансия болып жатса, мен де қарай жүріңіз аға. Мен де ауылдан шықпағаныма біраз болды, бір жерде отырып қалдым. Әйтеуір Тұрсынбек мырзаға рахмет, осы кісінің арқасында әйтеуір Астанаға келіп тұрамыз. Дәке, мен бір нәрсе айтайыншы. Маған жұмыс қажет емес, дипломмен ауылға бағдарламамен жүрген адаммын. Менің бір арманым бар ше. Тұрсынбек ағаның досы болғым келеді. Ойлап қараңдаршы. Тұрсынбек аға үйде отыр, КТА-ны қоқ қойған, КТА-ны көріп атқан кезде достарының, туысқандарын бәрін жинап алады да, біздің команда шыққанда мені былай көрсетті. Мынау менің досым дейді ғой, мақтана досым. Молодец. Әйтеуір арманы ғой ауылдың балаларының әйтеуір. Ал енді мынау тапсырма бойынша жұмыс істеуге үйренгенбіз, әбден мемлекеттік қызметте болғаннан кейін енді жағы берілген тапсырма бойынша қойылым депті, сосын би бар, сосын сәлемдесу бар. Сәлемдесу енді сәлемдесіп болдық деп ойлаймын. Оған жетпесеңіздер бір келінжан бір контрольны бір сәлем салып жүрші. Бәрекелді, мінекей. Ал олай болса ауылдан келген қойылымды қарсы алыңыздар. Болат аға. Антош екеуміз ойланып жүрген шығар сен, мыналарға қандай жұмыс берем? Ана есіктің алдын сыпыртып қояйын ба, қар жауып кетті, күретіп қояйын ба? Әлде бір дере жорғып қояйын ба деп ойланып жүрген шығарсың. Болат аға, негізі мен актермын. Мұхтар Шаханов, отырардың күйреуі, ол кезде көктем болады. Қарашоқы есі шығып дірілдеп, Шыңғыс ханның аяғына басырды. Ұлы ханым, әділдік пе мұныңыз? Өлелгенше боп өтейін құлыңыз. Отырарды мен қол ұшын бермесем, оңай жаулап алар ма еді ұлыңыз? Оған дау жоқ, деді Шыңғыс нөріп. Сенен асқан бар ма бірақ түрелік? Қастерлінің бәрін жыққан табанға азған сен бе, әлде мына заман ба? Болды. Қойылым дегенге бір барлығын бір ұйымдасып, бір нәрсе киініп алып бір көрсетпедіңдер, Степан бір өзі. Ең болмаса бөлісіп ойнамадыңдар рөлді. Молодец, Степан. Енді тапсырма бойынша бізде би, ауылдың биін қарсы алыңыздар. Ауылдың биін қарсы алыңыздар. Ал биеке билігін айтыңызшы. Сұрасаң да, сұрамасаң да, мен батамды берейін. Ау мен десең мені бата, қолдасын қыдырата, қыдырын қияласын, періште ұяласын, ел шеті жаусыз болсын, ел іші даусыз болсын. Ойым қайғы болмасын, ойым қайғы көп болсын, көптарың көп болсын. Ауын биеке, айтқаныңыз келсін. Рахмет, биекеге бір қошемет ұрыңыздар. Қой десе де қоймаңдар, қош жүректің шаттығы. Атыреке, мынау бізде ауылда негізі бір дауға негізі 3-4 күн уақыт кетеді шешуге, бірақ мына биді 1 минут деп қойыпсыздар енді сіздер. Енді үлгергенше үлгерді. Қалай өзі би ұнады ма? Би жақсы. Тек билеу керек еді. Тансы ма? Е. Ойбай, қазақша сол тансы деп жазып қоймайсыздар ма, біз қайдан білейік? Онда жазып қойсаңыз, ауыл бір би қарыз деп.
Дәке, біз әбден жаздырып беріп, қарызға жаздырмай қойыңызшы. Онысы да қарыз, мынадан. Бір қарызға жаздыратындай бір жейтін нәрсе емес қой. Билейікші. Қарызға жаздырмай қойыңыз. Болат аға. Негізі мен бейшімін. Тұрсынбек мырза, бидің жартысы қарыз деп қойсаңыз енді. Келесі жол келгенде дұрыстаймыз. Ал, мынау енді тапсырманың барлығын орындадық. Енді ән болды, би болды. Ән болмапты, ауылдың атынан бір подаркіміз болсын. Ән, кеттік. Күміс қонғанай, ота тұрғанай, аялайын көзіңден ашып жұмғанай. Сіздермен болған Қазақстанның ауылдар құрамасы. Рахмет. Ауылға жүрі десем, менімен барасың ба? Қазақстан ауылдар құрамасы. Енді келесі команданы ортаға шақырайық. Бұл командада жас команда көз алдымызда өсіп келе жатыр, өсіп келе жатыр, өсіп келе жатыр. Орал 24 сағат. Сәлем Қазақстан! Құрметті көрермендер, бүгін өте маңызды ойын, жартылай. Қай жетірет? Темірлан, қалайсың? Не жаңалық? Не жаңалық болғанда бір аяқ қол балғадай спортпен айналысқан қыз бір арық жігітке тұрмысқа шыққан ғой. Енді ана қыз ойына келген істеп жүр дейді кәдімгідей. Оны қой, Темірлан, мұна түсінбедік, неге оғансың аяғыңа? Мынау Астанада моды қазір. Астанада моды? Не, бір аяғына байпақ, бір аяғына резинка етіп. Астананың ауа райын түсінбейсің қазір. Бірсе қар жауады, бірсе жаңбыр жауады. Оның үстіне таңертең ерейді, ешке қатады. Міне жаңбыр жауса міне мынаумен жүресің. Қар жауса міне мынаумен жүресің. Ал екеуі қатар жауып қосашы. Бүйтіп басасың примерно. Көтерін көңіліме отырайық, оралдықтар сақтады. Астана есіл жағасы, арманға толы қаласы. Армандарын орындауға келген оралдықтар командасы. 24 сағат орал, орал, 24 сағат орал, орал, 24 сағат. Кеттік достар! Let's go! Қайырлы кеш достар. Тоқылдақ би ансамблінің дайындық залы дипломын сатып алған хореограф. Так, қыздар, кешегі видеодағы биді билемедік па? Давай, билейік онда, кеттік ал. Выключи музыку, выключи. Если не выключишь, я тебя сам выключу. И сосын сені ешкім включить етпейді. Завтра у вас ертең жарыс сендер өтсіңдер ма? Ертең жарысын сылбырамай, иығын көтер сылбырамандар. Кім қайда? Ақсана. Ақсана қайда? Ақсана. Апай, может, асан кішар? Мен дземе көке, түсінің бә, мен дземе. Мен ешкім дземеген. Дзеусіз жүре берем осылай, түсінің бә. Қарсы келмеңдер маған. Обалма қалмандар ал. Мына ертең завтра сравнавание. Орысша сөйлеу керек. Завтра сравнавание. Поклон делаем. Поклон. Раз, два. Анчы болу керек енді маған негізі. Еще раз. Раз, два. Еще раз. Апай, мына поклонды үйреніп жүргенімізге міне 4 жыл болды. Бәй, диплом алайын деп жатыр ғой, қызылмен бітірейін деп жатыр, бар ғой. Мына ертең бар ғой, ертең mesela тойға шығамыз, бетемізде поклон біріміз кетіп қаламыз, бітті. Жоқ, ыңғайсыз концертке шығамыз, поклон біріміз кетіп қаламыз. Алтын күзге қатысамыз, поклон біріміз кетіп қаламыз. Қаша би үйренеміз біз. И что, умная здесь, что ли, а? И что, крутая, что ли?
Поклонды мен үшін істеп атқан жоқсыңдар. Поклонды өздерің енелерің үшін істеп атсыңдар, түсіндер ма? Осы поклонды істелмейтіндер адам көп, түсіндер ма? Вандамандар. Мына сендер би жоқ дейсіңдер, мына сендерге ойыншық па не, мына би, мына. Апай, мына биді билегенімізге 10 жыл болды апай. Сендер басқа бір үйленгілерің келсе, бір дипломы бар біреуге барыңдар енді. Менше әлі поклонды үйленіп өлесіңдер. Тосыннан келген сый жақын адамдардың арасында талас тудырады, ендеше отбасында. Қатын, мынаны қара. Кешегі Айбек деген бар ме, сол коммерсант? Иә. Новый газель алып деді ғой? Енді. Сол аударылып қалған өзі қара. Қара. Ой, газет оқымаған қасқа, о, тупой. Аударып ұстап алғаны, былай істейсің газелді ме? Сонда да еще ескі ма газель жөндеп алған ғой. Мама, папа, мен келдім. Айтпақшы, ана баланың сабағына бардың ба? Бардым, кеше жиналысына қатыстым бар ғой. Иә? Жамандап тастады бар ғой. Кіретін тесік тапқан жоғым бар ғой. Неге? Бүткіл атана кіріп кетті бар ғой. Сен есіктің қасында өзің тесігің бар еді. Мама, папа, мен келдім, тамақтайын ба, қарным ашып тұр. Тамақтайын ба, бірдеңе осы, тамақтайын ба. Адамның тісіне ағартады осы бала бар ғой. Кәтті шумай емес бұл жоты бар ғой. Қайдан келсің? Жарыстан кетті. Мүмкін бірінші орын алған боласың. Бірінші орын алдым. Қой кет, қайдағы бірінші орын саған? Мама, мен путевка күтіп алдым. Дубайға 2 билет. Міне көрсетейін қазір. Мынан қара, қатын. Дубайға 2 билет. Медовый емес. Дубайда. Дубайда. Жоқ, медовый торт дейсің бе? Жоқ, папа, мен де еңбегім бар ғой. 1 билет өзіме. Екіншісіне екеуіңіз ақылдасыңыздар. Мен барам. Жаңа шешең жаманда отыр сені. Жаман оқымайды дейді, біз айтып отырмыз. Кім бала, туған баласын кім жаман дейді, жақсы. Қой, қат, мен барам бұл, әкең мен бар. Мама, папа, айқайласпаңыздар, өздеріңіз ақылдасып шешіңіздер, ма? Кеттім мен. Кемпір, конкретно әділ болсын. Машинаның маркасын кім жақсы біледі, сол Дубайға барады. Болсын, давай, айт. Білесің бе не? Білем машина. Ойды, көрші шоққаның машинасы қандай ал? Toyota Passat. Toyota Passat деген болмайды. Косметика туралы айтайық ал. Косметика? Давай, мен қосан алып беріп жүрген. Косметика тоже косметика. Тоқта, құрсын. Кім? Көрші, қалай жағдай? Көрші қалайсың, амансыздар ма? Сөйлеп. Көрші түсінбеді, мына бүкіл подъезді басына көтеріп шығылап жатсыздар. Не қай болып жатыр мына? Мына 2 билет басымызға бәле болып жатыр. Осы үшін айқайлап ұрысып жатыр, ажырасу қалдық мына қатынмен. Бар, сен баршы, бала да бармайды, сен болады, там подарок саған көшіп бас бар. Давай. Анау көрші неге сені сүйе береді? Мен подружкам ғой. Подружка? Иә. Еркекке ұқсайды осы көрші, Мен барам. Мен барам деймін. Давай машина маркасын айтайық онда. Қойшы, көрші, мынаны біздер бөлісе алмадық, өздерің барына, рахмет ниетіңе. Көрді ма, айналып келіп маған беріп тұр қатын, мен барам. Мен барам деймін. Мен барам. Сен ертең барғанда тіл білмейсің ғой? Нен тілін білмеймін? Енді кәдім тіл білмейсің ғой? Мен тіл білем, Дубайда тіл ба? Білем. Мен Сәкен деген досым бар емес па? Сол атасы кезінде молда болған. Ойбай, сол ішіп жүр ғой қазір сол. Ішсе де атасына үйренген шығар. Қалай жағдай? Өзі келді. Не жаңалық? Бәрі жақсы ма? Өзің жақсысың ба? Жақсы. Жақсы бол. Істеушін досың. Мына деген қатын бар ғой маған, кемпірім. Маған қарсы шығып тұр. Айтшы, қазақта сөз бар емес, әйел бастаған көш оңбайды дейді. Оңбайды, түсінің ба, оңбайды. Мұндайда сөз бар, жұмақтың кілті ананың табанының астында деген сөз бар. Мұндайда сөз бар, жаңбыр жауса, су тасып, жер балшық болып кетеді кәдімгі. Не айтып жатсың көрші? Не істеушін? Не істеп жүргенде ауыр жүрмейін, бірден берейін. 2-3 теңге баршы. Қатын еркекке қарсы келмейсің, қарсы келмейді. Тұрмысқа шықтың ба, қарсы келмей, олай түсін ба? Ойбай, мен ақшаға жүрген ма, 500 теңге. Досым, әйеліңді анаңдай сыйла, құрметте, бағал... 1000 теңге боршы. Еркектерді әйелдерден көп дейді. Бола берсін көп мейлі. Мә, 5000 теңге. Шатыс кеткен ғой мен дейтін,
Әйелдерді еркектерден көп дейді болар. 1000 теңге ма? Осы маған жетеді, осы бар ғой. Өздерің бірдеме қылып шешіп алыңдар, мен бір айдан кейін келемін енді айналайындар. Болды, мен барам дедім, мен барам. Екеумізге шаруа болып тұрған 32 билет па? Иә. Сен де бармайсың, мен де бармаймын, болды, мен лақтырып тастаймын. Терезені ашып лақтырып тастаймын, болды. Керек емес, сен бармайсың, мен бар. Шайыңды қойшы бар. Басы ауырып кетті. Ана билет тауып алған адам бақытты шығар. Досы. Не? Жүр кеттік. Қайда? Дубайға 2 билет тауып алдым. Құрметті көрермендер, сіздер ойнаған әзілді үйлеріңізде қайталап жүрмеңіздер. Өмірлеріңізде аса қауіпті болып қалуы мүмкін. Рахмет. Орал қаласы, құрметті достар. Келесі болып бізде ортаға Аралас Арал. Аралым менің, сені ойлаймын, көкемде болсам келгенде, сені ойлаймын, жас келіп жатсам сені. Құрметті достар, қазір көптеген жастарымыз шетелге оқуға кетеді. Сонымен шетелде оқып жатқан бір қыз жақсы жаңалығымен отбасына, яғни ауылына оралуда. Тұршеш, мен келмей тұршеш те, қаңғасы кімнің күйеуісің сен білесің? Мен күйеуімсің бе сен, басқа біреудің күйеуісің бе сен? Қыз үйленем деп отыр, күйеуге шығам деп отыр, кішкене дайындалайық деп айтып отырмын саған. Енді дайындалған жоқпын ба? Қалай дайындалдың сен? Жаңа душқа түсіп жоқпын ба? Дайындалған нәрсе ме, кішкене мұқият болу керек деп айттым. Сен қой деймін, совсем айтпа мана, келді. Hello, бұл кімді іздедің? Өзімнің қызым ғой, қараша. Менің қызым қойға бірден дайындалған. Қыз жолдасы алып келіпті ғой мені қара. Қыз жолдасы? Көрдің ба? Бірден Америкадан қыз жолдасы алып келген ғой. Керемет, негізі той әдемі болайын деп тұр. Я бүйтейік онда. Сен күйеу жолдасы қайда? Күйеу жолдасы келемін, бірге еріп келемін деп. Жоқ, мам, пап, бұл. Сен де қызықсың ей. Күйеу жолдасы деген үйге кіретін кезде ұялмай ма? Біз сияқты ұятсыз дейсің ба, кезінде трикомен есеңге барып кіріп шығарып жүре беретін? Ол да жүрген шығар, есіктің алдында ұялып темекі шегіп тұрған шығар, ұятсыз. Дұрыс, әдемі, дұрыс. Темекінің иісі кетіп үйге кіргені дұрыс. Ешқандай иісетін жоқ. Нелерді дайындадыңдар ма? Жоқ, мам, пап, бұл менің болашақ жарым. Саған ұқсаған. Маған ұқсаған әзіл қой ол. Маған сен өзіме ұқсағансың, темекіңді қой. Жоқ. Мам, пап, бұл менің болашақ жарым, Дональд. Дональд. Міне айттым мен бір жерде бірінші ат деп айтып отыр, міне айттым мен. Аралдағы Сыпытуға түсіре салайық деп айттым мен саған. Аралдағы Сыпытуға айттым, бір жерде шығады, мен жүрегім сезді, бір жерде шығады осы дедім айттым. Ту, қош, ма? Ту деп айта берме. Туғасын сен шығып отырған не дейсің маған? Аралдағы... Осың жаутыр, сықаң құсыған албасын, мен саған айтып жат дедім осыны. Үндемей тұр, мақыл ма? Енді мен де білмей қалдым ғой, Американың Сыпытуы жақсы деген сөйқа жіберген жоқпыз ба енді біздерді білмей қалдық қой. Мен айттым, міне қара, менің сықаң албасын, мен саған айтқан жоқпын Америкаға. Мен айттым, сендер неге қызығасыңдар сендер, бір маймылға ұқсайтын негрлерге ғашық боласыңдар сендер, итке ұқсайтын користерге ғашық боласыңдар, қазақтарда да сондай жігіттер толып жүрген жоқ па? Соны айтам. Сол қазақтарда да сондайға ұқсайтын жігіттер толып жүр ғой. Соға біреуіне қараңдар, нағыз қазақ жоқ олар. Менің уайым мынау болып тұр. Мен енді аптасына 2 рет моншаға барам. Нан ертіп барсам. Кілең еркектің арасында. Күйеу баламның сырғасы осы жерге түсіп қалып еді жаңа. Қаяғынан тауып алуға болады мынаның деп. Ақыл тыңдап ал, мен айтам саған, мен тыңдап ал. Енді мен сені күйеу баламен баняға жіберейін деп отыр дейсің ба мен сені? Ой, мынадан кейін бармайсың да ғой. Пап! Жоқ, мақұл. Моншаға бармай-ақ та қояйын. Мақұл, енді көшеге ертіп шыға салам ғой. Көрші мынау ауылдың адамдары не айтады? Ақылбек жап-жас қатын алып алыпты дейді ғой мынаның көк тағы.
Міне қара, мен айтайын, міне қара. Қара, ертең не істейміз біз ал? Не істейміз ал? Ертең бізге, бұлар бізге келіп сырға тағама, біз бұларға сырға тағамыз ба? Соны айтамын мен. Қойшпам. Ал бүйтетін шығармыз. Құдағиға бір сырға, құдаға бір сырға деп отыратын шығармыз біз, а? Бриллиантовый, мужской, женский болып бөлінетін шығар бұлар, а? Жоқ, былай деймін да, түріне қарасаң сүйкімдей. Болды, сенде қызға ұқсағансыз кәнді кішкене қуатындар бар сендердің ақа. Ауыздар жауытып, міне қараштан, мынау еркек па мынау? Енді күйеу бала көрсетті деден не көрсетерсің? Бар естің аттыға не? Көрші! Қуаныш құтты болсын, көрші! Көрші! Әліге, көрші! Әліге! Қуаныш құтты болсын, естіп атырмыз, күйеу бала қайда? Мынау дешеші! Ойнап атырмыз. Құдаша ол, құдаша. Оппана, құдаша, оппана. Қуанышқа билемейміз да, құдаша, билемедік па, құдаша. Құдаша, биліктер кәне. Құдаша. Кет. Көрші, әлеке, не болды, родной, Құдаша емес па? Сонау Америкадан деген 2 жыл жаяу жүріп келді, шашап. Билуге болмайды. Болды, өзің үйленіп алдың, бала шағың бар, біз әлі үйленген жоқпыз. Билікті. Болмайды. Болмайды. Бір Америкадан алайын сені. Так, ресторанға 700 мың теңге жинау керек. Продуктыға 600 мың теңге жинау керек. Анаған құталардың қарыздар бар, оны 600 теңге деп мыналардың сырғасы бар, аңнан келеттердігі. Не жинаймыз енді? Анаған не жинау керек? Көршілер келді. Не істейміз? Шай дайында. Оған қаншада жинап алыпсыздар? Ол жинап атқан жоқсың ба? Я давай, бүйтейін. Болды, кет. Не? Тоқтат, болды. Менің күйеу балам мынау. Қызымды алайын жатқан. Соның күйеуі. Прикинь, бляхта же! Андай жүрнекта! Мама, папа. Ойбай! Қазақша түсінесің бе? Мен қазақша 2 жыл оқығанмын. Қазақша түсінемін. Бізге ренжіме. Қазақша түсінесің ба? Андағы сырқан шешу деген ектесі кетсен. Келеді ғой, міне, қана пұтынады кейіп алған анау. Камажын жынды екен. Необычный екен, да, күшті. Бірден дала ашып кете білесің. Нағылдайды, тыңдай қалып күйіп алаң. Мен сіздердің салт дәстүрлеріңіздің барлығын қарадым, интернеттен қарадым. Қалың мал деген бар екен ғой. Қалың мал Google-ға ашып кетті. Уайымдамаңыздар. Мен сіздерге Астананың как ортасынан 7 бөлмелі пәтер, потом бүкіл кредитіңізді жабамыз. Сосын сіздерге мінекей $2 миллион. Қайч. Жаным. Енді құрсын, бұл енді Америка ғой енді. Бұларды біз түсінбейтін шығармыз аға. Тақса тұрған ешқандай нәрсесі жоқ. Өзіне жараса тақсаған дұрыс қой. Ой, тақса таға берсін. Ей, көрдім. Не түс? Біздің Аида шетелге оқуға түскен. Қойш? Соған күйеуге шыққанда құлағына сырға тағып алған бір шетке күйеуге шығып кеткен кәдімгідей. Кәдімгі соған үйленемін деп жатыр кәдімгі. Бүткіл ауылға мазақ болып жатыр. Сондай болып жатыр кәдімгі. Шошы оянып кеттім кәдімгі. Мен ойлаймын да жақсы болды қайта Алматыға күйеуге шығарғаны жақсы болды оны бар ғой. Әйтеуір ешқандай не істейтін жоқ. Сәлем, мама. Жақсы, бәрі кел. Қалай жақсы келдің ба? Кел. Мама, папа, менің сіздерге жақсы жаңалығым бар. Мен тұрмысқа шығам. Қазақ жігіті? Қазақ жігіт. Қазақтың қара баласы. Қазақ қара баласы? Меніңше танысыңыздар. Арсен. Ойбай. Мұндай ата кәлеттер Қазақстанға да келген ба? Ойбай, Қазақстанға да келген ба? Сені ойлаймын, көкемде болсам келгенде. Сені ойлаймын, жас келіп жатсам сенбеге. Сені ойлаймын,
Құрметті достар, құрметті жастар, барлығымыз шетелде армандаймыз, бірақ ата-анамыз бізді шетелге тек оқу үшін барғанымызды армандайтын ұмытпайық. Сіздермен бір болған аралас, рахмет. Аралас, Арал қаласы. Келесі болып бізде жалғастыратын, құрметті достар, құрметті көрермендер, қалалар құрамасы. Қарсы алыңыздар. қа. Армиядан келген досын мейрамханада күтіп жатқан жігіт. Muchacho, acompáñeme. This song is for you, wherever you are. Досым, айтшы, армия, қалай болды армия, айтшы. Шаршап кеттім, армиядан, шаршап кеттім. Форманы кеше шештім, бір ай болды киіп жүргеніме. Отырайықшы бірінші, айтып берем. Айтып берсей маған, мен бармаған, маған қызық. Мен білгім келеді, айтып берсей, қалай болды? Отырайықшы. Армия, мына мен соңғы рет барған кезде, сол кезде армия болды мін. Қазіргі армия емес. Қазір армия садик болып кеткен. Садик болғанда қалай сонда? Әскерлерді кешке әке-шешесі үйіне алып кете ме не? До конца тыңдасай мен. Одан кейін, мына армияға барып, мен бірде-бір пол жумадым дегендердің бәрін, мына менің алдыма алып кеш, любойын, пол жумадым деген бәрін. Бәрі жуған. Сен жудың ба? Жоқ. Мен тек ана тракпын сығып, шлабраң үстіне қойып беріп тұрдым. Бір официант шақырайықшы. Шақыр. Опа. Официант бос емес екен. Екі қызбен тұр. Әне. Досым. Абрикосым. Бауырым, қызыл қауыным. Мынау екеуі бүгін біздікі. Болды. Сен қайсы екен біліп отқан шығарсың өзің, Ар жағындағысы ма? Выигрыш. Дәл таптың ғой бауырым. Енді, қара. Анау, не заказ беріп отыр екен, тыңдашы. Тыңдайшы, не заказ білейікші. Маған клубничный коктейль, суши. Мен саған айтайын. Ана ар жағындағысын айтайын. Примерно не беретін қара, көріп атыр ғой. Не береді? Ар жағындағысы қазір қараш, қамырауқат дейді. Сіз қандай тамақ жейсіз? Бешбармақ бересіз ба? Айттым ғой. Айттым ғой. Так. Досым. Қалай ойлайсың? Анау, бер жағындағы қыздың аты менің ойымша Элеонора или Альбина ма сондай болу керек. Ар жағындағысын? Ар жағындағысын мен айтайын. Ар жағындағысын аты Несібелі. Или Ырыскүл. Несібелі ау. Несібелі ау, өйткені сон Несібелі сияқты түрін қарсаң сен. Қош. Анау қыз ба өзі, ар жағындағы. Қыз ғой, мен бір-екі рет сыртынан көргем. Пістемайсыз етін бір әпшеме құсайды екен түрі, базарда. Қош досым, одан бірдеңе жейікші, официант шақыр. Официант шақыршы. Официант, кеш бері қалай. Кім еді? Саламатсыздар ма? Саламатсыз, бүйтші. Бірінші, мұна салфеткінші, ана ар жағында денсаулыққа барып берші қызға. Салфетканы? Номерін жазып берсін ба сізге? Жоқ, аузын сүртіп отырсын шаңа. Шашып төгіп жейді екен өзі. Мен мұна бауырым тез ұшынып қалады. Мұнан клишіксін білесің бе сен? Жоқ. Ұшық. Ұшынып қалады мына просто. Жарайды. Енді, ішімдікке не бар? Ішетін ба? Бізде вискидің 3 түрі бар, коньяктың 5 түрі бар, және текила, мартини, және де 1841 жыл жабылған француз шарабы бар. Шай жоқ па не? Жоқ, енді сіздер ішетін не бар дегеннен кейін мен айтып жатқан ғой, шай бар бізде. Сен шай жейсің ба? Жарайды, бізде шай бар. Бізде ақ шай бар, көк шай, қара шай, қызыл шай бар.
Тағы қандай светтері бар? Жоқ, басқа светтері жоқ. Онда бір қызыл шай бер бізге, қып-қызыл шифр қып, мына екеумізге қант қоспа, зыңғып не қыл. Одан кейін бергеші не қыл бауырым. Ана қыздарға бар да, ана қыздарға барып жай айтшы. Мына столдағы мені көрсет, мені. Мені көрсет, мына жігіт айтып атыр, сіздердің столдарыңызға қосылсақ қалай болады деп айтып атыр де. Мені көрсет, мынаны көрсет қойып жүрме. Жарайды. Бірден отказ береді, мынаны көрсетсең. Оны ше аға, өйтіп сұрап қажет жоқ негіз. Күнде осы жерде жүрген қыздар, мен білем, қыздар сәлем деп, бірден столдарына отырсаңыздаршы, көнеді ғой. Ойш? Осындайларын айтып қойсайшы, міне молодец я мынау. Официант знает, что ваш малыш желает. Ара берейік па? Ара берейік. Менюді алып бар, менюді алып бар, столыңда. Ассалаумалейкум. Привет, қыздар. Пока. Мынау ішіндегі дұрысы мынау шығар десем, мынауың орысша білмейді ғой мынау. Привет десем, пока деген несі? Привет дегенге привет деп жауап береді ғой. Қыздар, танысып отырайық. Танысып отырайық. Мадина. Қуаныштымын. Өкініштімін. Менің есімім? Сен айтпай тұр. Сен айтпай тұр. Мынаны жақсылап тыңда. Мұқият тыңда, қара. Айта бер. Несібелі. Сен өзіңе қарамайсың ба кішкене? Жаңадан мен подружкамды жерден алып жерге салып өзі сыймай жүргенде, а? Ұялмайсың ба оңбаған? Түріне қара, қап-қара деп. Сен өзің түріне қарап ал бірінші, түсінің ба? Сен өзің біріншіне қап-қара түрінің ақшасын төлеп ал, түсінің ба? Светін. Сосын квитанциясына кеп маған. Молодец. Досым, әзіл. Немене сендер бір-бірлеріңмен барлықтарың сөзге кеп қырылды. Бұдан официант шақырып, бірдеңе ішіп отырайықшы. Официант. Шақырайықшы, кім? Кеш. Қақты жаңағы, кім? Арнольд па, атың? Саламатсың. Не қалайсың? Мадина, не жейсің? Ұялмаш. Әпересің ба? Әперем, айта бер. Мохито. Мохито, аха. Папито. Сосын дами. Папито. А өлең екен ғой. Мохито, сосын суши бересіз? Суши, аха. Мына аруға іштен алып бермейсіздер ма? Бұл кісіге 5 литрлік тастай бересіз. Құротпай су ішіп отырсын. Жарайды, болды. 5 литр тастай бересіз ал. Тез әкеп берші бауыр. Тез әкеп бер. Одан кейін кім? Телефон берші. 8. Жоқ ей, телефонын бере тұршы деймін. Сенің номерін не алам мен? Селфи түсеміз ба? Жоқ ей, берсей. Сол нас қимылдап тұр, қоя тұрайықшы. Қазір аласыз. Дұрыс па? Қайтарып бер телефон, есім дұрыс па? Гүл сатамыз, гүл. Не болды ка, алады ғой? О, керемет жігіттер, гүл алмадыңыздар ма қыздарыңызға? Гүл? Гүл алайық. Қаншадан гүлің? 1000 теңге. 1000? Аузымнан бір-ақ ұрсам қанша? 200 теңге. 200? Сөйтсе бір гүл берші. Мадина саған. Ой, рахмет, ты такой джентльмен, ты такой спортивный, ты такой мускулистый. Обаятельный деші? Обаятельный вообще. Вообще слов нет. Қасыңызда аруға гүл беріп беріңіз бе? Бұл кісіге бич. Мына кафеден шығасың ғой? Кафеден шыққанда тура алдында тал тұр. Сол дәуле бір бұтағын сындырып әкеп берші. Жарайды. Давай. Досым, музыкант шақырып билесек қалай қарайсың? Бір билейік та. Жібергім кеп тұр ғой. Сөйт, шақыршы, музыкант. Кім қайда? Кім музыкант? Қақта жүр мынау? Айналайын, тез-тез келсінші. Ау, есім кім? Али. Али, диджей аллигатор. Битші. Қандай, битш. Бірінші, біз Мадина екеумізге бір вальс билейміз. Медлак қой. Бол. Әдем, танымал медлак болсын. Ешкім әлі тыңдамаған медлак. Одан кейін, сендер қалай білесіңдер?
біз енді білесің ғой. Жылдам ба? Жандырып. Отыр, отыршы. Одан кейін мен мына досым мен Несібеліге Майлы қожаның термесін қоя сал. Екеуі күрессін. Бол? Болды. Мадина, сені бір вальске шақырсам. Қош, қочан, билегім кеп тұрған жоқ. Хотя бір минут билейікші. Неге бір минут? Сол, кеш, скидка бар ана жерде, просто бір минут билесек. Ладно. Мойныма демалмашы. Енді құлағыма демалмашы, қочан. Маңдайыма шықын енді. Не істейін енді? Демалмай қойшы. Демалмай қойшы. Вальс билемей қойшы. Енді? Кәдімгі быстро, тез би билейікші. Жылдам ба? Жылдам би билегім кеп тұр. Жылдам қойшы музыкант. Теңдері. Бір минуттан асыз бол, отырайық. Болды ма? Отырайықшы. Отырайық. Счет толтырсақ, Добрый, Официант, бізге... Афикош. Ау, счет бізге. Сіздердің есептеріңіз 78 мың теңге болды. Қанша? 78 мың дейді. Ойбой, 78 миллион дегенде айттың ғой. Денсау болсын, 78 мың болсам береміз. Бет, мен берем қазір, сен, мынау, Мадина, анау, гардероптан киімдеріңді алып не ала бер, сен бар бақылап. Шығарып сала бер, 78 мың өзім не аламын қазір. Жүр, не ғой, кассаға төлей саласыз ғой? Иә, қазір. Мен подружкамды қимай тұрмын. Мен подружкам уайымдап отырмын, мен подружкамды. Несін уайымдайсың, мені уайымдасайсың? Бұның несін уайымдайсың? Шыға беріңдер, қазір келеді. Шыға береміз. Иә. Несік кешікпе? Несібел, мына счет естің ба? Қанша бар сенде? Счет қанша болды? 78 мың. 78 мың? Қаншадан шығарамыз? 75-тен. 75-тен? Иә. Әр адам өзің жегенін төлесін. Енді дұрыс қой, сен жегенің шығарып атсың ғой. 75 мың жеп тамағын жеп қойдың ғой. Сұлулық бетте емес, жүректе әр адам өзінше сұлу, тек сол сұлулықты көре білу керек. Сіздермен болған Қазақстан қалалар құрамасы қ. Қошеметтеріңіз достар, Қазақстан қалалар құрамасы. Сонымен, осы жартылай финалда соңғы қол өнер көрсететін Қызылорда құрамасы. Қарсы алыңыздар. Құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай біз Қызылордадамыз. Қызылорда десе барлықтарыңыз экология деп айтасыздар. Біздің Қызылорда экология емес, біздің Қызылорда лаборатория. Егер біздің Қызылорда экология болса, бізден тұңғыш Олимпиаданың 2 дүркін, әлемнің 5 дүркін чемпионы Илья шығармет. Қазақстан барысы жобасының тұңғыш чемпионы Ұлан Рысқұл шығармет. Батырхан Шөкенов шығармет. Суперстар байқауының тұңғыш жеңімпазы Алмас Кішкенбаев шығармет. Жасқанат байқауының жеңімпаздары Мадина Садуақасова, Гүлнұр Оразымбетова шығармет. Осындай тұлғалар шыққан жерді неге сіздер экология деп айтасыздар? Біз экология емеспіз. Тоқташ. Өзіңізді қалайтшы. Ол экология. Нағашыларына тартып кеткен ба? Бірдеме ренжіме қанат братан, жүректегі братан, біз бастаймыз астында! Өте ерке қыздың әні. Мен сағыз шайнағанда ырмандаймын. Астана қаласы қоғамдық көлікте болған жағдай. Адам көп екен ғой, Адам көп екен. О, маған тұрған тұрсын қарсы. Қайқан.
Тесіп көрейін, Сен қолыңа еге болып тұр, түсіндің бе? Болмаса егеп тұр. Не істеп тұрсың, айналайын, бұл саған қоғамдық көлік емес па? Қолың тартып тұрмайсың ба, өз-өзің қолың жинап тұрмайсың ба, айналайын, а? Не, ішің пісіп тұр ма? Вообще, не ударяй меня в следующий раз. В следующий раз удаляю тебя, түсіндің бе? Ударение «ы». Вообще, ты знаешь, где мой папа работает, а? Ты знаешь, где мой папа работает, а? Он не работает. Он работал, я в маршруте не ездил вообще. Ты понял меня? Ты вообще не ударяй. В следующий раз ударяешь, ударение ряешь. Кызы. Что я тебе не сказала, а? Что я тебе не сказала, молодой мальчик? Уже второй раз в неделю ударишь меня. Это же қоғамдық көлік. Здесь не ударяют люди, только стоит. Вот здесь стой, так стоит люди. А в следующий раз меня ударишь, мы будем вместе сосать в тесте. Пирожки, шаурма, бауырым, ауырма. Слезы тыкает, слева тыкает, право. Слезы вверх. Вверх тыкает, вниз тыкает. Удали вообще. Убью в следующий раз. Осау құрған шек. Құрметті көрермендер, біз сіздерге жаңа ертегі жайлы көрсеттік. Ал біздің осы сахнада ойнап жатқанымыздың өзі бір ертегі сияқты. Бірақ біздің ертегіміздің ерекшелігі бізден экзамды охранниктер емес, қазылар алқасы алып отыр. Қызылорда құрамасы. Рахмет. Қамықшы қазалы, арал мен жалағаш, біл мұны бауырым. Жаңа қорғаншы ел, Сырдария Байқоңыр, бұл менің ауылым. Жалан көша қожа, ақын Атай мен Роза, Құдайберген мен Мадина, киелі қорқы. Алаштың ардақты анасы, сыр елінің даласы. Алаштың ардақты анасы, сыр елінің даласы. Міне достар, осымен аяқталды. Бұл міне жартылай финал. Қазір енді қазылар алқасы қолдарында кіші кубокты кімге береді және финалға қандай командалар жолдама алатын қазір білетін боламыз. Әзірге бүгінгі осы бақтарын сынаған барша командаларды сахна төріне шақырамыз. Қарағанды құрамасы, Ю жандарым Шымкент, Астана құрамасы, Семей құрамасы, Ауылдар құрамасы, Орал 24 сағат, Аралас Арал қалалар құрамасы және Қызылорда құрамасы. Әрине ең нағыз бір толқынды сәт, баршамыздың қазір командалардың сахнада жүректерін екі есе соғып тұрған білеміз. Сонымен қазылар алқасы, Серікзат Дүйсенғазин. Бүгін бір керемет ойын болды. Ага, қазақтың сөзі бар, жүректен жүрек озар жарыстырса дейді. Сонан кейін Жамбыл атамыздың сөзі бар, қиналған жамбыл жер осы деген. Мен өзімнің қолымдағы кішкентай кубогымды Астанаға берейін деп тұрмын, ренжімеңіздер. Астана құрамасы. Астана. Астана құрамасы 4-ші кубокқа ие болды. Бұл енді 1 сайыс, 3 сайыстан тұрады. Қазылар алқасы оны да ескере отырғандарыңыз жөн. Келесі, Қанат Әлжапаров. Осы кітап басталғалы дайындалып, маңдай терлерімен менде өз басым сол жігіттерге ризамын. Бұлар чемпион болмауы мүмкін, бірақ келесі жылы міндетті түрде олар чемпион болады деген үміттемін. Мен кубымды Астана құрамасына беремін. Әзілдері бар. Астана.
Досымжан Таңатаров, ал бірінші сайыста бермеген осы кіші 2 кубогын қай командаларға ұсынады екен? Досымжан Таңатаров. Тағы да кеш жарық. Жақсы көңіл күй сыйлаған жігіттерге, қыздарға үлкен рахметімізді айтқымыз келеді. Командалық болғаннан кейін жаңағы бір команданы бір адамнан алып шыққан мен қаламадым. Бұл командалық болғаннан кейін барлықтарыңыз толық қарамды ойнау керек шығар деп шештім. Сол ойымды алып шыққан бірден бір кубогымды бере қояйын, ол Астана құрамасы. Астана! Досымжан Таңатаров, екінші кіші кубогы. Өзім алып қалуға болмайды, Болмайды. Ауылға берем. Ауылдар! Құрметті достар, құрметті қазір алқасы, міне бізде қазір әзірше 13-12 кіші кубоктармен аралас қалалар құрамасы. Қазір финалда ауылдар міне ізін басып келе жатыр, 9 кіші кубокпен, Қызылордада 8. Қарағанды, Астана командаларында 6-6-дан 5. Южандарым 4, Қостанай, Орал 2, Семей 1. Шәке, бәлкім менің айтылған қазіргі цифра өзгеретін шығар деген ойдамыз. Қошеметтеріңіз Шахмардан Жәнібекұлы. Кеш жарық, құрметті достар. Жаңана Тұрсынбек айтқандай, Семей 1, ендіше Семей 2 болсын. Семей! Және екінші кіші кубогы. Жалпы екінші сайыста өлең айту, би билеу, көрініс көрсету деген сияқты осы барлығын дұрыстап көрсеткен менің ойымша бұл Астана. Астана құрамасы. Шахмардан Асқарұлы 2 кіші кубогын берді. Ал Жанахмет Жәнібекұлы. Маған ерекше ұнағаны Астана құрамасы мен Арал Ас құрамасы. Аралас, қошеметтеріңіз достар. Астана бүгін кубоктарды үйіне тасып алып кетелмес деп, сондықтан Аралас. Аралас, өте тамаша. Жақсы. Эльмира ханым. Ал маған осы бүгінгі командалардың ұнағаны 2 команда. Бірінші, әрине, Астана командасы. Астана. Және Эльмира ханым, ал екінші. Екінші 2 команда бар еді ұнайтын, бірақ ойланып, Аралас. Аралас! Сомен бізде енді қазір жақындап міне келе жатыр. Болат Мажағұлов мырза, мен сізге тағы бір ескертіп қояйын. Сіз төраға ретінде, мен 4 команда ұсынып отырмын. Төраға ретінде 5-ші команданы өздеріңіз анықтауларыңызға болады финалға. Болат мырза, қолыңыздағы кіші кубогыңызды кімге ұсынасыз? Және бізде тағы кіші кубоктар қалып қойған секілді. Кім кубогын бермей қалды? Маған 3 команда бүгін. Ол Астана, ауылдар құрамасы және Қызылорда құрамасы. Сізге ұнаған. Енді сомен
Енді Астана бірнеше кубоктарды алдыңдар. Ауылдар құрамасы бүгіннен бастап осы бейбітшілік және келісім сарайында жұмыс істейді. Ал осы кубокты мен Қызылордаға берем. Қызылорда! Құрметті қазылар алқасы. Құрметті қазылар алқасы, енді бүгінгі ойынның үздік актерін анықтасаңыздар дейміз. Енді міне келесі ойын финал. Сол финалда өздеріңізге жеңіл болу үшін қазір да кімге беретін өздеріңіз анықтап алыңыздар. Бүгінгі ойынның жеңімпазы кім? Астана құрамасы Әділбек Сапаров. Әділбек Сапаров. Құрметті көрермендер, ардақты ағайын, сонымен финалға жолдама алған командалармен таныс болыңыздар. Аралас 15 кіші кубокпен. Қазақстан қалалар құрамасы 12 кіші кубокпен. Қазақстан ауылдар құрамасы 9 кіші кубокпен. Және 4-ші болып жолдама алған 9 кіші кубокпен Қызылорда құрамасы. Жақсы, қазылар алқасы. Жалпы негізі мына жерде 5-ші команданы мен аламын деп ойлағам. Қазір мен алсам, бұл командалардың барлығы мен үшін бәрі де ыстық. 5-ші болып жолдама алатын өздеріңіздің ол Қарағанды құрамасы 6 кіші кубокпен, Астана 7 кіші кубокпен, Ю жандарым 4, Орал 2, Семей 2. Астана финалға жолдама алды. 5-ші болып, құрметті достар, Астана құрамасы финалға жолдама алды. Сонымен финалда аралас қалалар Қазақстан қалалар құрамасы, ауылдар құрамасы, Қызылорда және Астана құрамасы бақтарын сынайтын болады Қазақстанның чемпионы атағына. Құрметті достар, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Нағыз қызықтың бәрі әлі алда. Жіберіп алмаңыздар. Кездескенше.